Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дәмі өте ерекше болып шығатын американдық панкейктің рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет, сүт, ертілген сары май, секер және бір шай қасық қопсытқыш, еліктен өткізілген ұн қажет болады. Ұнымызға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Жұмыртқаны венчиктің көмегімен шайқап, оның үстіне секерімізді саламыз. Ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Енді жылы сүтімізді құятын боламыз. Біркелкі жақсылап араластырып алсақ, енді бір ас қасықтан ұнымызды қосып үздіксіз араластырамыз. Түйіршік қалып қоймасын байқаңыздар. Мінекей біздің панкейкіміз дайын болды. Енді қызып тұрған табамызға құйып пісіріп алатын боламыз. Өте керемет болып шығатын құрам бөлік бойынша жасап көрсеңіздер өкінбейсіздер. Дәмі ерекше дәмді, әрі нәзік болып шығатын панкейка. Барлығын дәл осылай құйып пісіріп алатын боламыз. Қарасаңыздар, бетіне тесіктер пайда болады. 2 минут пісіретін болсаңыздар, асты толық қызарып, әп-әдемі болып пісіп шығатын болады. Содан кейін аудара берсеңіздер болады келесі жағын пісіру үшін. Достар, егер менің арнам сіздерге ұнап жатырса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қалған бөліктердің барлығын дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Бұл панкейкті сіз ауызашарға дайындасаңыздар да болады, немесе таңертеңгілік сәрлігіне жасап берсеңізде өте керемет шайға үлесім табады. Жасап көруге кеңес беремін. Мен өзім кешкі ас ауызашарға дайындап жатырмын. Мінекей соңғы бөлігінде дәл осылай пісіріп алдық. Осы рецепт бойынша жасасаңыздар 10 дана шығады. Егер көбірек жасауды қаласаңыздар, құрам бөліктерін еселеп жасауға болады. Әсемдеу өз қалауыңыз бойынша жасайсыздар. Бұл жерде мен грек жаңғақтары менен шоколадпен әсемдеуді жөн көрдім. Екінші бөлігіне шоколадпен жазып көруді жөн санадым. Бұл менің алғашқы жазуым, сондықтан жазуыма аса бір қатты мән бермеңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, жасап көруге кеңес беремін. Егер менің арнам пайдалы болып жатырса, арнаға тіркеліп, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және достарыңызбен де бөлісе отырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.